Баршаңызға қайырлы күн достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге үй жағдайында қарапайым сұлы жармасынан асқазанның ауруына, қыжылға, ішек жолдарын тазалайтын пайдалы сусын дайындаймыз. Алдымен жарты стакан сұлы жармасына осылай су құйып, жақсылап жуып аламыз. Одан соң ыдысымызға салып, 3 стакан салқын су құямыз. Енді орташа отта жармамызды 1-2 минут қайнатып аламыз. Қайнап болған соң 3-4 минут бетін жауып қойыңыздар. Одан артық тұрып қалмауы қажет, біздің сұлы жармамыз ботқа секілді болуы мүмкін. Сұлы жармасын енді ситаның көмегімен осылай сүзіп аламыз. Қасықпен жақсылап араластырыңыздар, қоюы түсуі қажет. Мінекей сусынымыз дайын болды. Осындай әдемі, пайдалы, бірнеше минутта тек сұлы жармасымен дайын болады. Бұл сусынды ішкенде асқазандағы ауруды, қыжылды басады, ішек жолдарын оңай жолмен тазалайды. Сусынымызды жылы күйінде тамақтан алдын жарты сағат бұрын ішіңіздер. Осындай жарты стакан ішсеңіз болады. Егер сусын суып қалса, міндетті түрде жылытып ішу керек. Салқын күйде бұл сусын ішсеңіз, пайдасы болмайды. Егер видео ұнаса, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Назарларыңызға рахмет.